Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай нежный вишневый пломбир деген рулет жасаймыз. Ең алдымен бізге қазір ішіне начинкасын жасап алу керек. Қазір мынау замороженный вишняны отқа қойып ерітіп алам, сосын блендермен езіп алам. Енді мына жерде бізде пектин мен шекер, соны жаймендеп саламыз. Пектин мен сахар салғаннан кейін 1 минут қайнатамыз, сонымен оттан аламыз. Енді бұны басқа ыдысқа құйып аламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, толығымен суығанша жібереміз. Енді қазір біз бисквитіне кірісеміз. Бисквитіне кірісеміз. Мына жерде 5 жұмыртқаны ауызбен сары уызға бөліп алдым. Молодец. Мына жерде шекер, сұйық май мен сүт, мына жерде құрғақ ингредиент, онымен разрыхлитель. Қазір біз французский меренге жасаймыз. Сахардың жартысымен осыған салып, миксермен араластырып аламыз. Кішкене тұз саламыз бірінші. Жаймендеп бастырамыз. Біздің белогымыз бітті. Енді жылтыққа кірісеміз. Қалған шекерді осыған саламыз. Жылтықты миксермен араластырып алдық. Енді осы жылтыққа жаңағы сұйық май мен сүтімізді құямыз. Ұнды мен ситадан өткізіп алдым. Енді осы жылтық массаны белокқа жаймендеп салып, астынан үстіне осылай араластырамыз. Енді осы құрғақ ингредиентімізді жаймендеп салып, осылай астынан үстіне араластырып отырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді менде сіздерге форманың ең бірінші форманы көрсетейін. Бұл форма, силиконовая форма, таппервердің формасы. Мен осы силиконовая формамен пісірсеңіздер болады. Ал, бисмилля. Форманың диаметрін видеоның астына жазып кетемін. Енді осы бисквитті духовкада 170 градуста 13-15 минут пісіріп аламыз. Бисквитіміз болды, пісті, дайын болды. Толығымен суытып алу керек.
Бізге пергаментный бумага қажет болады. Және біздің вишневый пюреміз міне дайын болды. Толығымен суыды. Май алынады. Енді бізге крем жасау керек. Мына жерде бізде сахарная пудра және сливки. Мына жерде бізде творожный сыр және маскарпоне. Қазір миксермен, сливкимен сахарный пудраны араластырып аламыз. Сливкиді миксермен араластырып болған соң, оны жаңағы творожный сырға қосып, бәрін бірге араластырып крем жасап аламыз. Енді осы кремді рулетке бір келкі етіп барлығын жағып шығамыз. Сосын осы кремнің үстіне жаңағы біздің вишнядан жасалған пюремізді жағып шығамыз. Барлығын жағып болған соң, рулетімізді жақсылап орап, тоңазытқышқа бір түнге крем толығымен сіңу үшін жібереміз. Сіздерге де осы рулетті жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болды. Мынау тапервер ковригімен жасап көріңіздер. Бисквит өте тамаша шықты. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.